Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Бүгінгі онлайн ұстаз бол курсының кезекті сабағына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі сабағымыз Google Docs, Sheets, Slides туралы болмақ, және де Gmail почта туралы айтамыз. Біз бүгінгі сабақты практикалық тұрғыда өткізетін боламыз. Ал ендеше бастайық. Ең бірінші өзіміздің Google аккаунтқа кірейік. Біз өткен сабақта Google аккаунт ашқан болатынбыз. Ең бірінші Google іздеу жүйесіне кіреміз. Ол үшін google.com сілтемесіне өтейік. Мінекей google.com. Кірдім. Енді біз Gmail аккаунтымызға кіреміз. Яғни өзіміздің почтамызға кіреміз. Google почтамызға. Так. Gmail почта. Мінекей бірінші сілтемеге өтеміз. Войти кнопкасын басамыз. Сол кезде бізде жеке вкладка ашылады. Осы жерге біз өткен сабақта ашқан электронды почтамызды жазамыз. Мен онлайн ұстаз 2020 деп ашқан болатынмын. Далее пароль сұрап тұр. Пароль жаздым. Вход. Мынау бетті өшіріп тастасақ болады. Болды. Мінекей подтвердитті басамыз. Қазір бізді почта интерфейсіне жібереді. Мінекей почта интерфейсіне жіберді. Қазір загрузка болып жатыр. Біз бүгін Docs, Sheets, Slides'қа практикалық сабақ өткіземіз. Мінекей входящий. Мынау біздің интерфейсіміз. Бір шеттен бастап көз жүгіртіп өтейік. Мынау бізде меню. Бізде почта логотипі, G деген Google, Mail деген почта. Мына жерден почтаның ішіндегі хаттарды іздейміз. Дәл Google Drive-ға ұқсайтын негізі үстіңгі хаттар. Мына жерде бізде данныйымыз тұрады. Менде тағы бір почта бар. Осы онлайн ұстазға байланысты. Мысалы, бір адамға хат жазатын болсақ, қалай жазамыз? Сол жақ шетте жоғарыда написать деген кнопка болады. Осы кнопканың үстіне басамыз. Мына жерде быстро настройканы екіс басып жіберейік. Написать кнопкасын басамыз. Кому деп тұр. Мен өзімнің почтамды жазайын. Так. Онлайн ustaz.kz gmail.com. Так. Тема тест 1 деп қоя салайық. Тест 1. Мына жерге яғни тест 1 деп қоя салайық. Бұл бізде жалпы мысал. Болды. Біз біреуге, яғни хат жазар кезде осылай жасаймыз. Сол жақ шетте жоғарыдан написать кнопкасын басамыз. Сосын осы жерге сол кісінің электронды почтасын жазамыз. Сосын мына жерге теманы жазамыз. Мына жерге қалған бөлігін жазамыз. Сосын және де біздер біреуге осылай хат жазар кезде фото, видео добавить етсек болады. Ол үшін мына жерде төменде көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі кішігірім бізде кнопкалар тұр. Мысалы, мен добавить фото деп тұр. Добавить фотоның үстінен бастым. Мысалы, выбрать файл на компьютере. Так, мінекей таңдадым бір файлды. Загрузка жүріп жатыр. Мінекей болды. Енді не істейміз? Жіберу үшін отправить кнопкасын басамыз. Сол секілді прикрепить файлды басып, біз кез келген документ түрін жібере аламыз. Видео басқа да болсын. Так, енді отправить кнопкасын басайық. Отправить письмо отправлено дейді. Біздер помеченный, отложен, отправленные деген жерде бізде кнопка бар. Үстінен басайық. Сол жерде бізде жіберілген хаттардың тізімі шығып тұрады. Осы хатты өшіретін болсақ, үстіне барамыз, мышканың оң жақ шетін басамыз. Удалить деген кнопка болады. Сол секілді входящийдағы сообщениелерді өшірсек болады.
Мысалы мінекей мынаны өшірейік. Аштым мен, қайтадан назад шығайын. Удалить етілді. Төменге түсеміз. Корзина бөліміне барайық. Корзинада бізде екеуі пайда болды. Корзинадан да өшіріп тастасақ болады. Птичканы басамыз. Удалить навсегда. Болды, осылай арасына тазалап тұрсақ болады. Все почта бөлімінде бізде бүкіл хаттар жиналып тұрады. Оң жақ шетте жоғарыда, мына жерде мысалы менің данныйым тұр ғой. Мынаның қасында мінекей кнопка бар, приложение Google деген. Үстінен бассақ, Google-дың басқа да сервистеріне өте аламыз. Мысалы бізге Google документы керек. Қараймыз, төменде іздейміз, Google документы деп тұр. Осының үстіне барамыз да, мышканың оң жақ шетін басамыз. Открыть ссылка в новый вкладкені басамыз. Қазір ол docs.google.com сілтемесіне өтіп жатыр. Мінекей бізде Google Docs. Осылай өтсек те болады, жалпы Google Docs интерфейсіне. Ал бізге жалпы тағы бір жолын көрсетейін, қалай Google Docs'a кіруге болатын. Ол үшін былай жазсақ болады. Google іздеу жүйесіне барамыз, ол үшін бізге. Мысалы, бізде Google іздеу жүйесі. Осы жерге Google Docs деп жаза саламыз. Мінекей Google Docs деп мен жаздым. Мына жерде мен орысша әріптермен жаздым, ол умный поиск болғаннан кейін, бұл жерде именно Google Docs екенін ол уже Google түсініп алады өзі. Мінекей көрдіңіз ғой, показан результаты по запросу Google Docs. Мінекей өзгерді. Google Docs'a кірейік. Осы жақтан да кірсек болады мінекей. Мына жерде бізде, мына жерде краткий обзор керек емес бізге. Мына жерде мысал документтер. Біздер өзіміздің документті жасасақ болады. Мысалы, пустой файл деп тұр мына жерде. Үстіне мысалы плюсті басайық. Мына жерде мысалы уже өзіміздің документті жаза береміз. Мен мысалы онлайн новинка, возможность посмотреть состав документа онлайн. Ұстаз бұл курсы. Мысалы, жалпы мысал ретінде жазып жатырмын мен. Дәл Microsoft Word сияқты жалпы интерфейстар ұқсас. YouTube каналға тіркеліңіз, мысалы, тіркеліңіз, сол секілді. Мысалы, мынаны біз центрге қоятын болсақ, мынаны осылай барлығын выделить етеміз. Сосын мына мышканы мына жерге апарамыз. Выравнивание по центру деп. Сөйтіп осылай центрге қоямыз. Бұның мына жердегі барлығын былай пайдаланып көрсеңіздер болады. Мысалы, мынаны басып, мына кнопканы басайық, уже мінекей список болады. Мысалы, сіз осы жасағанды бір нәрсені білдіріп алсаңыз, егер кері қайтару керек болса, бізде мына жерде сол жақ шетте отменить кнопкасы болады. Соны басамыз. Жалпы мынаның ішін бір шеттен қарап өздеріңіз түсініп алсаңыздар болады. Өте ыңғайлы, әрі жеңіл, жылдам жасауға болады. Мысалы, жирный қылып қояйық. Шрифт өзгертсек болады, мысалы. Міне көрдіңіздер ғой. Сосын размерін өзгертсек болады. Енді қалай жасаймыз? Мысалы, осы документті сохранить ету үшін бізге мысалы ошибка X-ті баса салсақ, ол автоматты түрде сохранить етіліп қалады. Мына жерде файл, и сосын мына жерде скачать деген кнопка болады. Мінекей Microsoft Word түрінде біз скачать етіп алсақ болады, немесе PDF форматында скачать етсек болады. Немесе удалить етіп жіберсек болады. Кез келген жұмысты жасай береміз. Жалпы мынау Google Docs-тың интерфейсі осындай. Өте ыңғайлы. Жалпы тез үйреніп кетесіздер деген ойдан. Так, мысалы, көрейік, мына жерде файл деп тұр. Осының бәрін бір шеттен көре берсеңіздер болады. Мысалы, настройка доступа кнопкасын басайық. Требуется название дейді. Онлайн сөзбу курсы. Сохранить. Мінекей, сіз осы документке кімге доступ бергіңіз келеді? Мына жерге сол адамның, мысалы, логин жаңағындай Google почтасын жазасыз. Сөйтіп, уже ары қарай, мына жерде готово кнопкасын басасыз. Сөйтіп, ол кісіге уже сіздің документіңізге доступ барады. Яғни сіздің документті көре алады. Жалпы осы. Енді бізде Google Sheets-ті көрейге. Бізде Docs-ті өттік, жалпы енді Sheets. Sheets-ке бару үшін дәл жаңағыдай төменге түсеміз, мінекей таблица деп тұр. Үстінен басайық. Сөйтіп, мінекей Google таблицаға өттік. Мынаны мысалы өшіре салайық, болды. Өшірдік, мына жерде мен новый
выкладка ашып қойған екен. Осы жерде қазір обновить етейік. Обновить етпесек те мына жерде бар екен мінекей. Уже міне сохранить етілді, көрдіңіз ғой. Мен жаңа сохранить деп басқан жоқпын. Автомат түрде X баса салдым. Мына жерде уже автомат түрде пайда болды. Мінекей мына жерде таблица деп тұр. Мысалы мінекей бір документке кірейік. Список дел деген Google-дың өзінің жалпы енді мысал ретінде көрсеткен бізге несі документі. Мысалы мына жерде қазір ол загрузка болып жатыр. Немесе мысалы былай кірсек те болады. Google таблица. Неке Google таблица. Google Sheets мысалы кіреміз. Бізде мына жақтан да кірдім мінекей. Google таблица деп тұр. Открыть Google таблицыйды басамыз, үстінен сол кезде бізде интерфейсіне жібереді. Мінекей жіберді. Список дел. Міне жаңа ғана мен қолданып жатқан документ бұл. Пустой файл деп тұр, үстінен басайын. Мінекей Excel документ шықты. Кәдімгі біздің Microsoft Excel-ге ұқсас. Мысалы мына жерге не істейміз? Мысалы 2, 3, мысалы 3, 4, 5, 6. Мысалы мына жерге жазайық тағы. Онлайн ұстаз бол курсы. Insta Target курсы мысалы. Insta Target курсы. Тағы не? Математика 7 күнде үйрен курсы мысалы. Или қалай әртүрлі. Күнде үйрен курсы. Так мына жерде мысалы сайт жасау курсы. Осылай жаза бересіздер. Excel-дің де ішінде мына жерде мысалы барлығын қараймыз. Осылай мысалы выделение жасайық. И мына жерде мысалы үстінен басып мысалы центрге қойсақ болады. Дәл жаңағы біздің Google Docs сияқты. Мысалы мінекей центрға қойылды. Мысалы мына жерден былай араларын ашсақ болады. Бұл жерде жалпы түсінікті деп ойлаймын. Мінекей уже осындай қылды. Мысалы мына жерде мысалы мен бірінші қатарда бізге түсін қызылға бояп қойсақ болады. Мысалы ол үшін не істейміз? Мына жерден бассақ, мінекей мен уже әріптің түсін үйреттім. Әріптің түсін өзгерттім. Мысалы жаңа шрифттің түсін өзгерттім. Мысалы мына жерде бізде қараға қойып қояйық. И мысалы жасыл, мінекей жасылға қойдық. Көрдіңіз ғой? Оны біз қалай жасадық? Мынаның бәрін біз былай выделение жасаймыз. Сосын мына жерде цвет заливки деген болады бізде. Цвет заливки кнопкасын басып, кез келген түсті таңдаймыз. Мысалы мінекей. Жалпы Excel-ді осылай бір шеттен көріп түсіне берсеңіздер болады. Файл, скачать, Microsoft Excel, немесе документ PDF ретінде сақтап қойсаңыздар болады осы формат түрінде. Сосын бізде жалпы мысалы қалай жасаймыз? Бір практикалық жұмыс жасайық тағы да. Мысалы математика деген жазу тұр, дұрыс па? Осы сөзді бізге өшіріп тастау керек. Мысалы математика деген сөзді бізге өшіру керек. Оны қалай жасаймыз? Мысалы біз былай жазсақ болады. Правка бөліміне барамыз. Найти и заменить. Мысалы все листы, да, все листы. Мысалы математика. Математика, мысалы заменить на, мысалы алгебра дейік. Болды. Заменить все. Мінекей мына жерде қарасаңыздар, математика емес алгебра болып өзгеріп кетті. Сол секілді сіздер жалпы мына жерден барлығын бір шеттен қарап жасап шықсаңыздар болады. Бүкіл жалпы танысып шықсаңыздар болады. Жалпы Microsoft Excel-ге ұқсайды, функциялары ұқсайды. Бізде келесі не? Бізде келесі Google Slides, дұрыс па? Google презентация. Мынаны біз болды өшіріп тастайық. Мынаны өшірейік. Мынаны өшірсек болады. Google презентация. Мінекей біздер қазір Google презентацияға келдік. Сол пустой файл деп тұр, үстінен басайық. Бізде жалпы Google өзінде мысал ретінде бізге слайдтар беріп тұрады. Бірақ біз с нуля бастық, мысалы жаңа открыть, яғни пустой файл деп. Қазір мысал ретінде жазайық. Біз мысалы мына жерде не жазсақ болады? Мысалы введить заголовок дейді. Біздің почтада бізге қажет емес. Бұны X басып өшіріп тастасақ болады. Google Docs Sheet Slides деп тұр,
Так. Былай жасаймыз. Мына жерде мысалы просто темная бізде оң жақ шетте көріп тұрғандарыңыздай бізде әртүрлі дизайндар көрсетіледі. Мысалы осы жерден өзімізге ұнайтын бір дизайнды таңдайық. Так, бізде қандай дизайн бар? Мысалы мына дизайнды таңдайық, иә? Мына жерге заголовка жазу керек. Онлайн ұстазбол курсы. Мысалы, онлайн ұстазбол курсы. Так, бізде жоспар, мысалы 12 сабақ па? 12 сабақ ішінде 12 сабақ ішінде үйреніп шығыңыз деген сияқты. Ішінде үйреніп шығыңыз. Мысалы бізге мынаны дубликатын жасау керек болса, мына жерде 1 дегенге барамыз, мысалы мышканың оң жақ шетін басамыз, копировать деген болады бізде. Копировайтты басамыз да қайтадан төменге түсіп, мышканың оң жақ шетін басып, вставитті басамыз. Мінекей бізге горячий клавишті көрсетіп тұр. Для копирования Ctrl-C, для вырезания Ctrl-X, для вставки Ctrl-V дейді. Установить. Так, ол үшін мына жерде интернет-магазинге расширениені орнатуымыз керек. Google документі офлайн дейді. Осы режим инкогнито дейді. Жарайды, бұны біздер басқа сабақта көрсетеміз. Мына жерде қазір біздер дублировать слайд деген кнопканы басайық. Мінекей екіншісін жасадық. Онлайн ұстазбол курсы. Так, не мысалы. Instagram таргет курсы мысалы. Instagram таргет курсы. 5 сабақ ішінде үйрен. Дублировать слайд. Тағы сайт жасау курсы. Сайт жасау курсы. 3 сабақ ішінде үйреніп шығыңыз. Деген сияқты сіз өздеріңіз әртүрлі жасай берсеңіздер болады. Мысалы, мынаның дизайнын өзгертсек, мына жерде қандай бар? Мінекей жалпы дизайнды өзгерттік. Осылай өзімізге ұнайтын дизайнды таңдап, дублировать етіп жасай берсек болады. Ешқандай қиыншылық жоқ, қорықпаңыздар. Дәл жаңа Microsoft Word сияқты бәрін былай тексеріп көрсеңіздер болады. Мысалы, мынаның бәрін выделение жасап, мысалы, неге жирныйдан алып тастадым. Қайтадан жирная қойдым, курсив деген сияқты. Бүкілінде барлығын көріп шықсаңыздар болады. Қолданып. Мінекей. Мысалы, вид, мінекей вид, смотретті басайық. Мінекей уже үлкен экран болып, біз қазір көріп жатырмыз. Мына жерде ссылканы бассақ, екіншісі көрсетілген сайт жасау курсы. Instagram таргет курсы, онлайн ұстазбол курсы. Немесе жаңағы біздің өзіміздің пернетақтамен де былай өзгертсек болады.